Сәлем, қалайсыздар? Сағат таңғы 6:30 болды. Бізді бүгін Айбеке оятты жылап. Өзінен өзі жылап, іші ауырып кетті ма? Сонымен ой тұрайық деп, қазір ауылдамыз. Қазір примерно 1 сағаттан кейін қалаға үйімізге қайтамыз. Бүгін сенбі күні, бүгін няня келмейді. Сондықтан барлығына 2 балаға өзім қараймын. Қайнымды алып кетеміз. Таңсұлуды ЛФК-ға апару керек. Не мен апарам, не болмаса көкесі апарады. Так, шашты өрейік бірінші. Жанымда төсекте 2 қызым жатыр, маған қарап, мәз болып, е? Ио, әңгіме айтқысы келіп жатыр. Иә. Кеше ұйықтап едім. Вроде нормально жатқан етіммін. Бірақ бір нәрселерді оқып, көріп, телефонмен біраз уақыт жатып қаппын. Сонымен ұйқымда қанбай, бетім ісіп тұр ғой. Бізде ауылдағы аэропорттың тура жанында ғой. Естілді ма дауысы? Самолет өте жақыннан ұшады бізде. Сонымен дауысы да қатты шығады. Үйге келдік. Енді қазір киімімізді ауыстырып алып, таңғасымызды ішеміз. Қайным, 2 қызым, 4-еуміз. Таңғы күтімді жасайын деп жатырмын. Умывашка, мына Ратапланның умывашкасын бүгін бірінші рет қолданайын деп жатырмын. Алдындағым кеше бітті. Прям до конца қолданып, кеше бітірдім. Енді қазір умывашка, тонер, манионыкі, витамин С. Одан кейін не қолданамыз? Мынаны кешкісін қолданамын. Так, SPF. Қазір сыртқа шығам ғой. Екінші жүктілікте менде пигментациям негізі біраз қарайып үлкейген етін. Қазір дұрыс күтім жасағаннан, дұрыс уходовый заттар, косметика алғаннан уже көмектесіп жатқан сияқты, біраз кішірейіп, қарасы да басылған, қарайғаны да. ЛФК-ға келдік. Суббота, воскресенье няняға демалыс, негізі нянямен келіп жүретін. Мен бүгін өзім алып келдім. Айбеке қайнымен алды. ЛФК-дан үйге келдік та, сыртта біраз жүрдік, магазинге барып келдік. Мен қазір үйге кіріп, обед жасайын деп жатырмын. Жеңіл желпі жұмыртқа мен көкөністерді бірге қуыра салам. Жеңіл түскі ас болайын деп тұр. Жұмыртқа мен сыр, помидор, перец, укроп. Осының барлығын бірге араластырып, отқа бір қыздырып қуырып аламын. Обедімізді ішіп алып, сразу 2 қызымды ұйқыға жатқыздым. Қайным кетіп қалды. Тура сол моменте үлкен қызым қайнымды кетті деп жылайды. Оған қосылып екінші қызым жылады. Сонымен уф деп екеуінде тыныштандырып ұйықтаттым. И мен туралы бір факт осы жерде. Мен каждый ұйықтаған сайын түс көремін. Түс көрмей, ұйықтаған кезім болған емес қой. Түн болсын, күн болсын, қай кезде ұйықтасам да. И түсте именно ұйықтасам, бір 10 минут, 15 минут үзіп ұйықтаймын да, сезімталмын. Каждый тықыр деген нәрсеге ояна берем. И жаңа бір онша емес түс көрдім. Өте жаман түс көрдім. 3 түс па, даже сондай көрдім да. Қызымды жоғалтып алдым. Бір туысқан ініммен, ұрсып төбелесіп қалдық па, өте нашар түстер болды. Соен настроением құрып, тұрғаннан кейін сразу душ қабылдап рахаттанып тұрмын. Бүгін еще бізде той. Қызым, Таңсұлу, тұр ұйқыдан.
4:30 болды сағат. Бағана 1:30-дарда ұйықтаған. Әлі ұйықтап жатыр ғой. Жерге жатқызам обязательно. Потому что қазір күн ыстық. Тура түбіне увлажнитель воздуха қосып қоям. Жатар кезде почти азынан кешке дейін қосылып тұрады. Үйдің өзі 28 градус болып тұр, қарасаңыздар. А влажность 45 градус процент болып тұр. Түсте жатар кезде обязательно осы терезені қараңғылап қоям. Сонда кішкене болсын, бұдан да салқындық болады да. Таң сұлу тұр. Екеуміз элфка жасайтын уақыт келді. Лого массаж жасаймыз, күнде жасаймыз. Осы 4-тен аса 6-6:30-ға дейін. Ой, біздің ойыншықтарымыз мұнда толып тұр. Мынаның барлығы ойыншық. Қазір керек болады. Автоковрик керек болады қазір. Лангет керек болады. Опа! Бізде Алиса бар, айтпақшыдай. Алисаны қосып қояйық. Әңсілу? Қандай өлең қосамыз? Қазір Алиса қосылып өтсін. Алиса, Райм, ерке, махаббат. Алиса, громкость на 10. Перекусқа фрукты жеп аламыз, но банан уже қарайып бара жатыр. Персик пен бананды жеп алайық, қызымыз екеуміз. Таңсұлу негізі ұнатпайды бар ғой бұл массаж дегенді. Жыны ұстайды, жасамашы дейді. Бірақ бізге жасау керек. Дұрыс сөйлеу үшін жасау керек. Айбеке киетін киімін таңдай алмай тұрмын. Мынау ма? Әлде мынадай көйлек па? Әлде мынадай ақ, бірақ памперс ауыстыруға қиынырақ. Мынадай бар, бұл бірақ кішкене үлкенірек болады ғой деймін. Ол жақта кондер болып қап, кішкене жорап қала ма деп оны дойлап тұрмын. Бір жеңіл киім киіп ап, запасной қалыңырақ бір киім алып алам ба? Қазір көреміз. Мен өзіме де киім таңдай алмай тұрмын. Екеуі де юбка кофта. Қайсын кисем болады екен. Мен қазір бірақ жаяу жүріп барсам ба деп тұрмын, потому что жақын да кафе. Сондықтан көшеде мынадай, типа бальный көйлек сияқты бұландай пышный да. Содан көрі, повседневныйға жақын осы юбка кофтан кейін, емізуге ыңғайлы, екеуі де негізі. Мынандай машина екен. Ұқтырды ма? Басы шығамыз қойма. Таңсұлуды ата-апасы алып кетті. Енді тезірек бояну керек. Бетімізді жуып алайық. Таза болып тұр бетім. Сүртейік. Ең бірінші основа жағып аламыз. Мен жақсы прям боянам деп айта алмайым. Сол бар ғой. Сам себе визажист оқығым келіп жүр. Біраз болды негізі оқығым келіп жүргеніне. Почти жылдар шығар. Жаңа мама келген кезде мен қолыма тығып бір нәрсе беріп отыр ғой. Сол торт қой. Бізде Таңсұлу тортты көрсе жаман. Ол сладкоежка. Оны жемей шықпай сосын жылап. Бір жегенде ой.
біраз жеу керек ше. Сол үшін көп бермеуге тырысамыз енді. Бірақ мүлдем бермейміз деп айта алмаймын, береміз. Көршілер болып отырмыз. Көршілердің өзі бір стол болып отыр. Қызымыз екеуміз ерте қайтып кеттік, сағат 10-да болған жоқ әлі. Бір сағаттай ғана отырдық та. Сонымен қайттық, ұйқысы кеп бастады. Қой, мазасын алмай-ақ қояйын қыздың деп. Сөйтіп, еще күнде ерте жатып жүрміз, 10-11-лерде. Режимімізді бұзбай-ақ қояйық деп үйге кетіп бара жатырмын. Жаяу. Жай жүрсем бір 15 минутта жетем үйге. Былай 10 минуттық жер. Келесі көше ғой. Кешкі прогулкамыз жоқ болып қалып еді, как раз шықпай қалып едік, бүгін үлгермей. Как раз кешкі прогулкамыз болды. Қазір үйге барамыз да бірден жатып ұйықтаймыз. Пока бәріңізге.